Сізді каналымнан көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін мен сіздерге өте керемет, яғни жеңіл тамақтардың бір түрі көксейді дайындап көрсететін боламын. Өте оңай дайындалады және де жегенге де өте жеңіл, керемет дәмменен дайындалатын болады. Енді мына жерде видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай заттар қажет. Бізде сәбіз, қияр, яғни қызанақ және де етіміз. Бізде қалаған еттеріңізді қолдана берсеңіздер болады. Осылай ұзыншалап, майдалап, турап аламыз. Турап болдық, мінекей бір ыдысқа саламыз. Енді етімізді кішкене маринадтап қоятын боламыз. Басқа заттарымызды турап дайындап алғанша. Енді аздаған осындай тұз саламыз. Менде татым сәл аздау, сол үшін көп көрінуі мүмкін сіздерге. Тұз салдық, және де қара бұрышты саламыз. Және де соевый соус, яғни 2 ас қасықта құйсаңыздар болады. Және де менде майдалап алдын ала турап дайындап алғанмын. Сарымсақты 1 шай қасықта салдым. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Bir шетке алып қоямыз, яғни етіміз маринадталып, кішкене жұмсарып, әдемі болып, дайын болып тұрады. Яғни басқа заттарымыз дайындап алғанша. Мінекей бізде келесі сәбізіміз қатты болған үшін сәбізімізден бастаймыз. Осындай үкіштің ұзын көзінен өткізіп аламыз, және де оны да кішкене тұз сеуіп отырып бір шетке алып қоямыз, яғни кішкене өзінің сөлі шыққанша. Және де 1 шай қасықта сарымсақ салдым. Қолымызбенен осылай кішкене мыжғылап жіберіп отырып, араластырып аламыз, және де оны да бір шетке алып қоятын боламыз. Келесі бізде қияр. Қиярымызды мен 2 түрде турадым. Яғни қалай әдемі шығады, солай қолдансаңыздар болады. Яғни менде біріншісі етіміз тәріздес етіп, яғни ұзыншалап турап алдым. Майда жұқа етіп турайсыздар. Және де келесін жартысынан бөліп отырып, яғни солайда турап көрдім. Яғни өте керемет болып шығады. Қалай жесеңіздер де өз талғамдарыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Видеомды енді көріп отырған болсаңыздар, каналыма тіркеле отырыңыздар, жоғалтып алмас үшін, яғни қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, алдағы уақытта видеоларымды көріп отыратын боласыздар. Яғни ораза айына көптеген рецепттерменен бөлісетін боламын. Мінекей қиярымыздың 2-ші түрі осылай дайындадым. Екеуі де өте көрінісі де әдемі, және де дәмдері де әдемі болып шықты. Каналым өте пайдалы. Барлық қалаған рецепттеріңізді таба аласыздар. Және де ұнап жатса, лайк баса кетуді де ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Келесі бізде қызанағымызды 4 бұрышты етіп турап алатын боламыз. Бұл жерде әрине мөлшерлерін отбасы санын адам басына қарай, яғни жасасаңыздар болады. Менің каналымды 70% оқырманымыз тіркелмей көреді екен. Өте қызықты мәлімет, және де мен сіздерден сұранатыным тіркеле кетіңіздер, ешқандай да өкінбейсіздер. Қалаған рецепттеріңізді тауып жасай беретін боласыздар. Яғни үйде қолжетімді, қарапайым заттардан жасалатын дүниелерді ұсынғанмын. Мінекей енді қиярымыздың үстінен аздап тұзды сеуіп қойдым, яғни араластырып қойып қоямыз, яғни оның да кішкене сөлі шығып дайын тұрады. Енді жылы суымыздың үстінен 2 литрдей, менде немесе 1,5 литрдей дайындайсыздар. Енді суымызға 2 ас қасықта соя соусын, 1 ас қасықта тұз, және де 1 ас қасық құмшекер саламыз, және де қатты толтырмай кішкене сірке суынан құйып араластырамыз жақсылап.
аз болып жатса дәмін көресіздер, яғни кисло-сладкий дәм болуы керек. Сол кезде қоссаңыздар болады, яғни тұзын, шекерін торлап жібересіздер. Енді осының үстінен қызанағымызды және де майдалап туралған укроптарымызды салдым. Дәмі өте әдемі шығады. Дәмін көруді міндетті түрде ұмытпаңыздар. Керемет дайын болған соң бір шетке алып қоямыз. Енді мынакей қиярымыздың да сөлі шығып дайын болып жатыр, яғни суын ағызып жіберетін боламыз. Енді жұмыртқалы құймақты жасайтын боламыз. Бізге 2 жұмыртқа, оның үстіне кішкене ғана шым-шым, яғни тұз салдым. Енді жақсылап араластырып жібереміз. Отымызда, яғни табамызда осылай пісіріп аласыздар. Мен де кішкене ғана қызымаған, мына жерде табам. Содан соң пісті, яғни осылай пісіп шығады. Оны орап жіберіп, турап, дөңгелектеп, турап дайындап қоямыз. Келесі табамызға майымызды құямыз және де етімізді қорып алатын боламыз. Етіміздің ішінде барлық жаңағы тұзы, бұрышы барлығы бар, ештеңе салудың қажеті жоқ. Енді тек қана араластырып отырып, жаңағы жақсылап таза пісіріп қорып алатын боламыз. Өзінің суы шығады. Біраз қорған соң, яғни оны біраз қора бересіздер және де таза пісіріп аламыз. Яғни кішкене жарты бокалдай немесе 1 пиала мөлшерінде, жарты пиала мөлшерінде немесе етіңіздің мөлшеріне байланысты суды құямыз және де аз уақытқа қайнатып өзін піскенше қалдыратын боламыз. Менде осылай пісіп шықты. Енді оны бір шетке алып қоямыз. Келесі бізде спагеттиларымызды қайнататын боламыз. Яғни қайнап тұрған суымызға саламыз. Спагеттидің арнайы түрі де болады, немесе осындай үйдегі түрмен жасасаңыздар да болады. Пісіп шықты. Енді ыдысымызға жинайтын боламыз барлық заттарымызды. Ыдысымызға салдық спагеттиларымызды. Сосын бізде оның үстінен жаңағы туралған заттарымызды аздап отырып сала бересіздер. Яғни менде қиярдан бастадым. Қиярды, қызанағымызды, сәбізімізді, жаңағы жұмыртқалы массамызды және де етімізді саламыз. Барлығын видеодағыдай етіп жасайсыздар. Тамағымыз жиналып жатыр, түсі де және дәмі де өте керемет болған. Міндетті түрде осылай жасап көруге кеңес беремін. Жиналып жатыр және де бір айта кетерлік, орам жапырақты тұздап, жаңағы сәбізімізді дайындағандай етіп, орам жапырақтан турап салсаңыздар да өте дәмі әдемі болып шығады. Енді оның үстінен соядан жасалған сорпамызды құятын боламыз. Жаз күндері салқын етіп дайындай берсеңіздер болады. Күн салқын болғандықтан қазір кішкене жылтып жіберіп құйсаңыздар да болады. Үстінен күнжутымызды себеміз және де дастарханға осылай ұсынсаңыздар болды. Тамағымыз дайын, жылдам дайын болады және де өте жеңіл заттардан ауызашарға дайындап берсеңіздер де барлығына ұнайтыны сөзсіз. Видеомның соңына дейін көргендеріңіз үшін алғысымды білдіремін.